Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода суды дұрыс ішу. Жалпы тамақтанған соң қанша уақыттан кейін су ішуге болады? Мұздай су ішуге бола ма? Жатар алдында су ішуге бола ма? Деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Су жер шарындағы ең маңызды элемент. Адам сусыз өмір сүре алмайды. Ұзақ аштыққа шыдасаңыз да, сусыз 3 күннен артық шыдай алмайсыз. Жер шарының 70%-ын су алып жатыр. Адам денесінің де 60-70%-ы судан тұрады. Дене температурасының бір қалыпты болуы, терлеу, ас қорыту, денеден артық калорияны шығару сияқты процестерде судың атқаратын қызметі зор. Нөмір 1 миф: суды өте көп мөлшерде ішу. Шектен тыс көп су ішу бүйрекке зиян. Кенеттен қысқа уақыт ішінде шамадан артық су ішкен кезде бүйрек оның бәрін таратып үлгермейді. Сол себепті артық су клеткаларға жайылып, олар ісінеді. Сондықтан суды тез және көп ішкен жағдайда жүрек айнып, бас айналу, құсу, судырғы ұстау, есін жоғалту сияқты жағдайлар болуы мүмкін. Нөмір 2 миф: тамақтан соң бірден су ішу. Көбінде тамақтанған соң тәттілеп тұрып шай ішу біз үшін үйренген әдет. Ал бұл дұрыс емес. Себебі тамақтанып болған соң асқазанда сөл бөлініп, ас қорыту процесі жүріп жатады. Бұл кезде су немесе шай ішетін болсаңыз, ол асқазан сөлін шайып кетеді. Онымен қоса керек витаминдер де бірге ағып кетеді. Асқазанда запыран көтеріліп, тамақ қорытылмай қалады. Диетологтар тамақтанып болған соң жарты сағат немесе 1 сағаттан соң ғана су ішу керектігін айтады. Ал тамақтанбас бұрын 30-40 минут бұрын суды ішуге болады. Астан кейін шай ішетін әдетіңіз болса, кейін анемия қайдан пайда болды деп таң қалмаңыз. Нөмір 3 миф: мұздай су ішу. Жаздың аптап ыстығында мұздай суды сіміріп алған қандай рахат, иә? Бірақ бұл денсаулыққа зиян. Салқын су дене температурасын түсіріп, тыныс алу жолдарына салқын тигізеді. Үнемі суық су ішу семіздікке алып келеді. Себебі мұздай су денедегі майды қатырып, оның еруіне кері әсер етеді. Келесі миф: жүріп бара жатып немесе тұрып су ішу. Қазіргі қарбалас тірлікте адамдарда жұмысбастылықпен жүре тамақтану, жолай ас іше салу әдеті қалыптасып бара жатыр. Фитнес, спорт залдарда жүріп немесе жүгіріп бара жатып, автобус аялдамасында тұрып су ішуге көз үйренген. Алайда суды тұрып ішкенде, ол асқазанда қорытылмастан ішек жолдарына өтеді. Яғни бұл су тек бүйрекке салмақ салып, еш пайдасы болмай қалады. Бұл туралы пайғамбарымыздан жеткен мына бір өсиет бар. Байқаңдар, тұрып су ішпеңдер. Егер кімде-кім ұмытып ішкен болса, дереу құссын деп қатаң ескертеді. Нөмірі 5 миф: таңертең тұрғанда су ішпеу. Таңертең оянған соң бар шаруа тазалықтан басталады. Алайда мамандар таңды 1 стақан жылы сумен бастауды ұсынады. Бұл асқазанды оятып, ішкі құрылыстың қызметін іске қосады. Түнде ұйықтағанда адам қаны қоюланады. Осы сәтте су қанды сұйылтып, адамды сергектендіріп, бұл көптеген жүрек ауруларының алдын алатын болады. Нөмірі 6 миф: ұйқыға жатардан бұрын су ішпеу. Егер кешкі астан бастап таңға дейін су ішпейтін болсақ, қан жылдам ұйиды. Қарттарда аяқ асты болатын жүрек талмасы осы түнгі және таңғы уақытта ең көп болатыны белгілі. Ұйыған қан тромбозға себеп болып, қан тамырларды бітейді. Сондықтан да жатар алдында шайдан гөрі су ішсеңіз, әлде қайда пайдалы. Нөмірі 7 миф: әбден шөлдемейінше су ішпеу. Тек шөлдегенде ғана су ішу қате түсінік. Біздің денеміз суға деген зәрулігін бір мезгілде қандыра алмайды, тек аздан толтырады. Бір сәтте көп мөлшерде су ішудің зиянын айтып өттік. Ендеше ең дұрысы суды аз-аздан ішіп отыру. Бастысы қатты шөлдегенге дейін жеткізбеген дұрыс.